Ассаляму алейкум қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай слоеный трубочкаға қолданатын конусты жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге қажетті заттар: А4 қағазы, фольга, скотч, көп затта керегі жоқ. А4 қағазды осылай екіге бөліп алып, бір шетінен алып, видеодағыдай орап аламыз. Осылай орап алғаннан кейін міндетті түрде скотч таба аламыз. Неге скотч тап болдық. Енді қажет емес жерлерін ішіне қарай қайтарамыз. Енді фольганы алып, осындай көлемде қиып аламыз. Енді қағазымызды орамас бұрын тағы да скотчтаймыз. Шығып кетпеу үшін. Неге фольганы орап алдық. Енді қажет емес жерлерін ішіне қарай қайтарып шығамыз. Мінеки конус дайын болды. Енді өзімізге қанша қажет болады, соны дәл видеодағыдай жасап алатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Неге қажетті конустардың барлығын мен жасап алдым. Өте оңай. Енді бірнеше рет қолданатын болсаңыздар, осылай фольганы қиып алып, ішіне салып қойсаңыздар, сонда формасын жақсы ұстап тұрады, майыспай. Келесі жолы қолдана бересіздер.